Сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English Plus 6 Students Book Unit Welcome Basic Adjectives деп аталатын сабақтағы жаттығуларын жасау жолымен және жауаптарымен таныс боламыз. Page 6, 6 бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп беріңіздер. Сонымен сабағымызды бастайық. Basic Adjectives дегеніміз, яғни бұл негізгі сын есімдер деген аударылады қазақ тіліне. Now let's do exercise 1. Match adjectives 1 to 7 with their opposites in the box. Then listen and check. Төмендегі берілген сын есімдермен және де жоғарыдағы берілген сын есімдерді бір-біріне байланыстырып, яғни қарама-қарсы антонимдерін тауып жазуымыз қажет. For example, good, bad, яғни good дегеніміз жақсы болса, жаман дегеніміз bad деген сияқты. Ары қарай popular танымал, unpopular танымал емес, interesting қызықты, boring қызықсыз, easy жеңіл, оңай, difficult қиын, big үлкен, small кішкентай, cheap арзан, expensive қымбат, nice жақсы, horrible қорқынышты деген сияқты сын есімдерді байланыстыруға болады екен. Next, exercise 2. Do the English Plus quiz with a partner. Find the answers in the units of this book. Яғни, мынау жоғарыдағы берілген сауалнаманы, сұрақ берілген сұрақтарға жауап бер дейді. Оның жауаптарын осы кітаптағы тараулардың ішінен таба аласың дейді. The English Plus quiz. The first question, this is Veronica's favorite team. Are they good? Бұл Верониканың сүйікті командасы дейді. Бұл Астана FCS. Next, the second. This is a very large city. People from many countries live here. Бұл өте үлкен қала. Осы елдің көптеген елдерден адамдар бұл қалада тұрады. Алматы. Next, the unit 3. This is an interesting animal. It's an okra or a killer whale. Бұл қызықты жануар, ол орка немесе өтіргіш кит, жауыз кит сияқты деген сияқты аударылады екен. Next, unit 4. He's a popular hero in video games. This is Mario, yes. Next, unit 5. This game is good for your brain. Бұл ойын ми үшін өте жақсы. Chess. Next, unit 6. He's an explorer. His job is difficult but interesting. Бұл зерттеуші және оның жұмысы қиын, бірақ қызықты. Ken Ford. Unit 7. He wrote a book about a horse. Ол ат туралы кітап жазған дейді, жылқылар туралы. Michael Marfuko. Next, unit 8. It's a big building in Dubai. Бұл Дубайда орналасқан ең үлкен ғимарат, Burj Khalifa. And the unit 9. He sailed across the Atlantic in 1492. Ол 1492 жылдары Атлантик теңізін кесіп өткен Кристофер Колумб. Next, exercise 3. Write 8 sentences. Use your ideas and the words in the table. 8 сөйлем құрастырып жазды. Төмендегі берілген кестедегі сөздерді пайдалана отырып, яғни сын есімдерді пайдалана отырып, осы кестедегі сөздерді пайдалансаңыздар болады, немесе өз ойларыңыздан да жазсаңыздар болады. For example, Top Gear is a popular TV program. Top Gear бұл танымал телебағдарлама. Ары қарай бір жерді сипаттап big, horrible, small деген сияқты адам, мысалы interesting, my grandpa is interesting person деген сияқты, немесе game or DVD. This game is difficult деген сияқты сөйлем құрастырсаңыздар болады. Next, days of the week and the months, яғни апта күндері мен ай атауларын еске түсіру үшін берілген тапсырма екен. Exercise 4. Put the days of the week in the correct order. Listen and check. Яғни төмендегі берілген апта атауларын рет-ретімен қой дейді. Яғни бұл жерде мен
бірден 5-ші жаттығуды орындаған екен. Бұл жерде бірінші бізде Monday, yes. Monday. Next. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. And the last one is Sunday. деп жазсаңыздар болады. Бұл бізде 4-ші жаттығудың жауабы. Ары қарай exercise 5. 5-ші жаттығуда төмендегі берілген ай атаулары ретімен берілген түсіп қалған әріптерді жазып беру керек. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December деген сияқты түсіп қалған әріптерді тиісті орнына жазып шығасыздар. Next, exercise 6, make true sentences and compare with a partner. Яғни бұл жерде exercise 6 6-шы жаттығуда өзіңіз туралы шынайы сөйлемдер жазуыңыз қажет. For example, my birthday is in. Менің туған күнім. Мен бұл жерде қазақша жазып қояйын, сіздерге не жазу керек екенін. Менің туған күнім. Ары қарай екінші не сұрап тұр? Менің досымның туған күні. Қай күні соны жазасыздар ғой? Ары қарай үшінші сүйікті айым. Төртінші сүйікті күнім. Бесінші бүгін қай күн? Күн, мысалы, сіздерде аптаның қай күні соны жазасыздар. Және де қай күндер weekend деп аталады, яғни 6-шы сіздерге толықтай салайын. Біздің елімізде Saturday and Sunday are the weekend, яғни демалыс күндері. Осылай жауап берсеңіздер болады. Мен 1-ден 5-ке дейін сіздерге ағылшын тілінде жазған жоқпын, себебі мен сіздердің туған күндеріңіз, досыңыздың туған күнін білмеймін ғой. Осыған қарай отырып, мына бос орынға өздеріңізге қажетті сөз жазсаңыздар болды. Тек қана ескеріп кетіңіздер, ағылшын тілінде ай атаулары мен апта атаулары әрқашан бас әріппен жазылады. Ол сөздің басында келсе де, ортасында келсе де, аяғында келсе де, әрқашан бас әріппен жазу керек. Бұл маңызды. Осымен біз 6-шы беттегі жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Келесі сабақ бізде төбе етістігіне байланысты болады. Goodbye.